Ассаламу алейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының кезекті чемпионаты. Ең алғаш 2001 жылы ұйымдастырылған чемпионаттың чемпионы Нұрдәулет Момынов ортадағы төреші қызметімен дәл бүгін ойын көрсететін екі команданы жетектеп келе жатыр. Бүгінгі ойын барысында өнер көрсететін қос команданың әлеуеті өте жоғары деп айту әрине қиын, десек те тартыста бәсекенің куәсі боламыз деген сенімде жоқ емес. Сонымен қадірлі телегөрермен, біз бүгін сіздердің назарларыңызға Ақмола облысы мен Павлодар облысының құрама көкпар командаларының арасындағы тартысты бәсекені ұсынып отырмыз. Ендеше кезек-кезек екі команданы сіздерге таныстыра кетейік. Міне дәл қазір сіздердің экрандарыңызда Ақмола облысының құрама көкпар командасы тұр. Бірінші нөмірде Манас Мұхамедқали, екінші нөмірде Алихан Қалыбаев, үшінші нөмірде Данияр Оспанов, төртінші нөмірде Азамат Қадыров, бесінші нөмірде Аблайхан Амангелдинов, кешіріңіздер, бесінші нөмірде Дәулет Ермағамбетов, алтыншы нөмірде Аблайхан Амангелдинов, жетінші нөмірде Нұрсұлтан Амангелдинов, сегізінші нөмірде Ырымбек Әбікенов, тоғызыншы нөмірі Руслан Тимурзин, 10-шы нөмір Дидар Сағындықов, 11-шы нөмір Арман Абджанов, 12-шы нөмір Аманат Тоқабаев. Павлодар облысының құрама көкпар командасының сапында небәрі 8 ойыншы бар. Нариман Ахметов бірінші нөмірде, екінші нөмірде Дәурен Мажитов, үшінші нөмірде Бауыржан Ахметов, төртінші нөмірі Ержан Тошанов, бесінші нөмірі Ерсұлтан Жандәулет, алтыншы нөмірі Жасұлан Жыңғылхан, жетінші нөмірі Досжан Баязгалан, сегізінші нөмірі Ардақ Ахметов. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов, халықаралық дәрежедегі төреші, ал оның әріптестері қапталдағы төрешілер Бейбіт Салмаев, Ғани Нұржанов, Қырскелді Байтасов. Бірі Қызылорда, бірі Қостанай, бірі Алматы облыстарының төрешілері. Әрине ортадағы төреші Жамбыл облысынан. Қазір әдеттегідей екі команданың жігіттері, шабандоздары бір-бірімен амандасып, сәттілік тілескенден кейін өз туларын, өз мәрелерінің түбіне апарып тігет. Содан кейін ортада қызықты бәсеке басталады. Екі командаға да сәттілік тілейміз. Ал өздеріңізбен бірге дәл осы ойынды тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Міне кіші шеңберде жатқан серкеге төрешінің ысқырығы естіле салысымен екі команданың жігіттері таласып бастады. Әдегеннен ақмолалықтар қазір серкенің жерден көтеріп алғанын көрдіңіздер. Алтыншы нөмірдегі Аблайхан Амангелдинов серкенің тақымға басып кезекті бір шабуылды бастады. Әрине қарсыластары қорғаныста өнер көрсететін түсінікті, десек те Ақмола облысының жігіттерінен қандай қайран бар екен қазір көреміз. Қорғаныстағы павлодарлықтардың өнері өте тамаша. Серкеге клейдей жабысып алған. Алтыншы нөмірдегі Ақмола облысының ойыншысы Аблайхан Амангелдиновты қозғалтар емес. Көрдіңіздер ғой, серке қазір тақымнан да шығып кетті. Тіпті жерге түсіп қалу мүмкін болып тұрған жағдайдың үстінде тұр. Айтып ауыз жиғанша қазір жігіттер серкеге таласып жүріп жерге түсіріп алғанын көрдік. Ақмола облысының жігіттері қайтадан серкені жерден көтерген сол еді, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кетті. Енді ортадағы төреші жекпе-жекті бастайды. Бұл жекпе-жекте ортадағы шеңберге тасталған серкеге екі командадан ең мықты дейтін бір-бір спортшы шығады. Әрине жекпе-жектің аттарымен жекпе-жекке дайындалған жігіттер екі командадан шықты. Міне өзара таласатын болады. Тағы да Ақмола облысының жігіттері серкені қалай тақымға басып алғанын көрдіңіздер. Көкпарды өңгеріп алды.
Серкені көтеріп лақтырып артқы сирағынан алып алғанын көрдік. Көзіне ыңғайлы осы оң тақымына салған 4-ші нөмірдегі Азамат Қадыров. Серке Азамат Қадыровтың тақымында Жирен Айғырмен мәреге қарай беттеп барады. Командалық әріптестері де көмек қолын созуға құштар әрине. Десек те павлодарлықтардың қорғанысы да өте тамаша. Жалпы Ақмола облысының көкпары баяғыдан демесек те біраз уақыт болды, өте мықты қарқынды дамып келеді. Қазір Павлодар облысының шабандозы 5-ші нөмірдегі Ерсұлтан Жандәулет Серкені жерден көтеріп алған, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кетті өкінішке қарай. Енді нәтижесінде ортадағы жекпе-жек тағы Азамат Қадыров шыққан екен. Оның қарсыласы бұл жолы Ардақ Ахметов. Азамат Қадыров жирен қасқамен тағы да басып алды Серкені өз тақымына. Командалық әріптесіне ұзатып жіберуге мүмкіндік бар. Бүкіл ақмолалықтар осы Азамат Қадыровтың жанында. Айтып ауыз жиғанша міне Манас Мұхамедқали Серкені тақымдап алғанын көрдік. Өзіне ыңғайлы сол тақымына міне басып алды Манас. Екі тақымына бірдей басатын палуандардың бірі осы Манаста. Ақмоланың сапына біраз жылдан бері өнер көрсетеді. Бұл команданың клубтық атауы Жеке Батыр екенін айта кетейік. Ақмола облысының қадірлі телекөрермен. Манас Мұхамедқали Жеке Батырланып жалғыз өзі мәреге шығып кетуге мүмкіндік ашам деп ойлаған. Командалық әріптестеріне сенім артқан, бірақ павлодарлықтардың қорғанысының қалай екенін көріп отырсыздар. Бүкіл шабуыл осы ақмолалықтардың тарапынан жасалып жатқан жайы бар. Демек, жақын арада бір салымға ие болатын шығар. Соңына дейін тартысып, Павлодар облысының жігіттері өліспей беріспей жатқан жайы бар. Бұрын соңды мұндай командалардан дәл осындай тартысты бәсекені көру қиын болатын. Жігіттердің баршасы да еңкейгіш, жерде жатқан Серкені шауып келіп, аттың екпінін баспастан жерден іліп кеткен жайы бар. Жекпе-жекте де аттары да өздері де тамаша қимыл қозғалыс көрсетіп жатыр. Азамат Қадыров міне қайта шықты. Бұл жолы Ерсұлтан Жандәулет қарсылық білдіріп отыр. Павлодарлықтардың осымен Азамат Қадыровқа шығып жатқан 3-ші ойыншысы. Бірақ екеуінің жолы болмаған. Білесіздер, Азаматқа міне Жандәулет те қазір Серкені ала алған жоқ, Азаматқа беріп қойды. Азаматтың тақымынан міне 8-ші нөмірдегі Ақмола облысының ойыншысы Ырымбек Әбікенов алғысы келген. Павлодардың жігіттері Серкеге жабысса құрыш қолды екен. Ақмолалықтардың сон білегіне қарамай Серкені тартып кетіп жатыр. Көкпар жұлып алуға дейін барады. Жұлып алуын алдау, бірақ қайтадан ойын алаңның сыртына шығып кетті. Өзі осындай терезелері тең, бір-біріне тегеурінді қарсылық көрсете алатын командалар шыққан кезде жекпе-жек сайысының көп болатынды түсінікті жайт. Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы шалына салып, жирен қасқада Азамат Қадыров қайтадан өзінің ісіне кіріседі. Ержан Тошанов шықты. Осымен 4-ші қарсыласы павлодарлықтардың өзі бар жоғы 8 көкпаршы. Сол 8-нің бәрімен жекпе-жекте өнер көрсететін сияқты Азамат Қадыров. Бірақ тең келетін әзірге Азаматқа адам да жоқ. Жирен қасқаға қарсылық білдіретін атты табылмай тұр. Бұл жолы ешқандай да командалық әріптесін күтпей бірден мәреге шыққан еді, бірақ аттың жылдамдығы бұл жерде жетпей қалған секілді. Павлодарлықтар қайта кеп қосылды Азаматтың қапталына. Серкеге дейтін талас қайтадан өрбейді. Әрине, әрбір минут өткен сайын салым сала берсе де, ол қарсыластарының осалдығын білдіретін еді. Бұл жолы павлодарлықтар расымен де шаба тартыста
өздеріңіз көріп отырсыздар, өте тамаша өнер көрсетіп жатқан, бірақ жекпе-жекте керемет емес. Абылайхан Амангелдинов пен Бауыржан Ахметовтың арасындағы жекпе-жек. Енді Азамат Қадыров қатарынан 4 жекпе-жекке шықты, 4-еуінде де жеңіске жетті. Ақмолалықтардың өкпесі жоқ әрине. Атты адамда шаршайды қайта-қайта жекпе-жекке шыққаннан кейін. Сол үшін де қазір атты да адамды да ауыстырып тұрған жайы бар. Ақжалға мінген Амангелдиновты көріп отырсыздар. Абылайхан Амангелдинов өте талантты ойыншылардың бірі. Астындағы мына Ақжал қарагерде өте жүйрік аттардың қатарында. Сондықтан жекпе-жектен алса павлодарлықтарға өте қауіпті сәт болатын еді. Алайда жекпе-жектен Серкені жерден көтергенімен тақымға басып үлгере алған жоқ. Тиісінше қазір ат тұяғының астында жаншылып Серке қалды. Барлық жігіттер осыны алуға мұқтаж. Бөрі алар жігіт бөркінен белгілі деген сынды. Қазір ішінен біреуі оқ бойы озып шығуға тиісті. Сол көзде танимыз азаматын, жылқының қазанатын. Жерде жатқан Серкеге әлде болса талас 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда ойын тоқтатылу керек еді. Бірақ Павлодардың жігіттері мұндай жағдайға алып соқтырмады. Серкені өз тақымдарына басып алуға барынша тырысып жатыр. Қараңыздаршы, қандай тартыс, қандай бәсеке. Бірақ Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Әттеген-ай, бұл да бір керемет шаба тартыс болғанын көрдік десек те, ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Көкпар алаңының көлемі тар деп те айтуға болмайды. Бір жағы 80 метр, бір жағы 200 метр ұзындығы. Сондықтан бұл алаңқайдың ішінде де ат шаптырым жер бар екенін көріп отырсыздар. Сондықтан да барынша енді шеберлік қана талап етіледі. Азамат Қадыров пен Тошжановтың арасындағы жекпе-жек. Тошжанов Серкенің түбіне кеп тастай бекініп алам ба деген, бірақ ана ақбоз атуға мүмкіндік берген жоқ. Тиісінше өз міндетін жақсы атқарды Азамат Қадыров пен мынау жирен қасқа. Ендігі қалғаны ақмолалықтарға салым салу ғана. Міне жігіттер күтіп тұрған. Серкені тақымдаған шабандоз ортадағы шеңбердің ту сыртына ең шыға берген сол еді. Барлық командадағы азаматтар бірден ат салысып кетті. Абылайхан Амангелдинов міне Серкені тақымға басып алған. Батыр бабасының рухын көрсетпек ниетте шығар. Көрейік ендеше. Міне Ақжалмен басып шықты. Әлде толық басып ала алмаған екен. Екі команданың жігіттерінде талас өріп жатыр. Бірақ осы Абылайхан Серкенің ішінде жүр. Яғни доданың арасында. Бұл жолы 3-ші нөмірдегі Данияр Оспанов Серкені басқан тақымға. Данияр Оспановтың қарагері қазір жүйткей жөнелу керек. Міне ұстатқан жоқ, енді шап қамшыны бас сауырдан, бауырдан тебініп қалған кезде аттың өзде ытқып шығатынын көрдіңіздер. Қараңыздар, қандай тамаша шабуыл, жеке дара келе жатыр, бұл салым болуға тиісті. Көрейік. Аят деген ай, сәл ғана жетпей қалды. Серкені Данияр Оспанов дәл мәренің үстінде тастау керек еді, бірақ бұл олқылықтың орнын Абылайхан Амангелдинов толтырып кетті, және қалай екенде өздеріңіз көрдіңіздер. Бозбала дейтін сәйгүлікті Ақжал қарагерді алған. Міне қайталап көріністен байқасаңыздар, мәренің жиегінде жетпей түсті. Осыны әдемі пайдаланған Абылайхан Амангелдинов Серкені арғарай сүйреп апарып тастай салды. Мұның ешқандай қиындығы жоқ, бірақ осыған шеберлігі жеткен палуан ғана салымды болатыны белгілі. Олай болса, Абылайхан Амангелдиновтың мерей үстем болып тұр. Додаға араласуы жаман еді. Мінекей, жаңа ғана айтқан өзіміз, бөралар жігіт бөркінен белгілі болады деп едік. Ойынның арасында белсенді жүрген Абылайхан Амангелдинов алғашқы салымның авторы атанып отыр. Өте тамаша. Серке әлде болса кіші шеңберде, егер 1 минуттың ішінде жерден көтерілмесе, онда ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов ойынды тоқтатады, ортадағы шеңберде жекпе-жекті бастайды. Бірақ Серке көтерілген, Алихан Қалбаев көтергенімен қайтадан
жерге құлағанын көрдік. Одан қала берді ойын алаңның сыртына шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы. Жалпы бұл командадағы, екі командадағы жігіттердің баршасына да ортадағы төреші Нұрдәулет Момыновтың өнері үлгі болуға тиісті. Өйткені Қазақстан Республикасын 9 рет жеңді, Әулиеата сапында жүріп, Азияны 2 рет жеңді ұлттық құрамада. Ұлттық құраманың капитаны, Әулиеата көкпар командасының капитаны, клубтың директор қызметін атқарады әлі күнге. Бүгінгі таңда да өзі ойын өрнегін көрсетеді. Қаншама жігіттерге шеберлігін шыңдалуына себепкер болған азамат. Сондықтан бұл жігіттердің кейбір ойындарына ортада төрелік етіп жүріп, кейде қарны ашатын сәттерде болатын шығар. Десек те, бұрынғыдай емес қазір. Көкпардың әлеуеті өте мықты. Шабандоздардың деңгейі де жақсы. Өздерімен міне қандай тартысты бәсекені көрсетіп отырғанын байқап отырсыздар. Ақмола облысының жігіттері де жан мен тердің арасында бір салымды салды. Әрең дегенде толықтай негіз бар бұлай айтуға. Павлодарлықтар да дәл өз қарқыннан таймаса, онда есеп теңестіруге бұлардың да мүмкіндігі бар. Руслан Тимурзин мен Ержан Тошановтың арасындағы жекпе-жекте Русланның мерейі үстем болды. Бірақ Русланның астындағы көк ат кішкене басы қиындау жүргенін көрдіңіздер. Есесіне Ержан Серкенің тақымға басып ерлік кеткенін көрдік. Міне жаңаға сөзімізге дәлел болса керекті. Қазір Тошанов есепті теңестіруге мүмкіндігі алды. Жеке дара шыққан сәті деген, ай, қараңыздар, қандай тамаша мүмкіндік еді. Бірақ Серке ойын алаңның, яғни мәре сызығының жиегіне жатық балды. Дәл қақ ортасына түскен кезде есеп теңесер еді. Одан кейінгі қызықты өздеріңіз өмірге тамашалаушы едік. Өзінен ғой енді палуаннан мүмкіндік болды. Ержан Тошановқа қандай мүмкіндік болды. Жеке дара шауып шығып кетті. Ешкім кедергісін келтірген жоқ. Осы кезде мына Серкені шиіріп тастау дейтін шеберлік жетпей жатады. Енді жалпы командалық тартыс. Павлодарлықтардың әлде болса мүмкіндігі бар. Бірінші кезеңнің аяқталуына аз да болса уақыт қалды. Серкеге қос команданың жігіттері еңкейгенімен де әлі нақты бір палуан шыққан жоқ деп енді айта бастағанымыз сол еді. Ақмолалықтар Серкені тақымға басып алды. Күлдірді күлдір күсін етіп, күреңді мінер мекенбіз деп Ақмоланың палуаны екінші нөмірдегі Әлихан Қалыбаев Серкені тақымға басып, қарсыластарының мәресінің тұсынан айналып өтіп, өз туы тігілген жердегі мәреге келе жатқанда, павлодарлықтар Серкенің бір сирағына жапса кетіп, сүйреп шығарып тастады ойын алаңның сыртына. Бұл да әдемі әдіс. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін әдіс десек те толықтай негіз бар. Енді ортада жекпе-жек сайысы қайтадан орын алады. Жекпе-жекке шыққан қос спортшы Абылайхан Амангелдинов пен Ерсұлтан Жандәулет. Ерсұлтан Жандәулет Серкені тақымға басып алды. Шіркін-ай, қандай тамаша шабуыл. Жеке дара шауып келе жатыр. Бұл енді салым болуға тиісті. Жаңа ғана осындай шабуылда қателікке бой алдырған еді. Әттеген-ай, әрі қарай жалғастыра беруге болады. Павлодарлықтарға ашық тұрсын. Палуан бірінші нөмірдегі Нариман Ахметов, мүмкіндігі бар ғой. Әттеген-ай, әлде мүмкіндік бар павлодарлықтарда. Серкені сүйреп тастай салса болғаны. Мынау Абылайхан Амангелдинов атымен қоса жатып алғанды көрдік. Павлодардың жігіттері тамаша мүмкіндік жіберіп алды. Ақмолалықтар мұндай кезде салымды беріп қоймасы түсінікті. Шабуыл ұзаққа созылды. Төрешінің ысқырығы да естілді. Бірінші кезең өз мәресіне жетті. Ақмола облысы 1-0 есебімен алды.
Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, айта кетейік, бұл көкпардан Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионатының іріктеу кезеңдері. Бәсекенің біз бүгін 11-ші ойынын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Және бұл ойында өнер көрсетіп жатқан қос команда, бірі Ақмола облысы, Көкшеден келген жігіттер, екіншісі павлодарлықтар. Екі команданың арасындағы бірінші кезең өте тартысты аяқталғанын білеміз. 1-0 есебімен Ақмолалықтар алға шыққан. Төрешінің ысқырығы естілді. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Жирен мен Азамат Қадыров қайда шығатын секілді. Азамат Қадыровтың мерей үстем болатын секілді тағы да. Иә, айтып ауыз жиғанша Серкен тақымға басып алды. Азамат Қадыровтың астындағы тұлпарын сәуір деп атаған. Онда да бір негіз бар шығар, міне жеке дара шауып шығып кетті. Бұл салым салуға мүмкіндік, ақмолалықтар қалт жібермейтін еді мұндай кезде. Қараңыздар, қандай тамаша шеберлік. Азамат Қадыров, міне нағыз шебер көкпаршы. Екі қарсыласын екі жағынан өткізіп жіберді кәдімгідей. Сөйтті де тізгінді тартып қап кішкене мәренің қақ ортасына Серкені тастай салды. Міне қазір қайталап көріністен байқайсыздар. Міне екі жігіт екі жағынан өтіп кетті. Осы кезде тізгінді тартты да тақымды босата салды. Тиісінше бұл салым өте тамаша. Таныстыра кетейікші, құрметті көрермен. Азамат Қадыров 1988 жыл туған. Астындағы тұлпарын сәуір деп атағанын айттық. Ақмола облысының ойыншысы, міне ойынның 23-ші минутында есепте еселеді. 2-0 есебімен алда келеді. Тағы да ақмолалықтар Серкен жерден көтеруге ыңғай білдіріп жатыр. Көк атпен шыққан Руслан Тимурзин Серкені өз тақымына басты, бірақ оған талас көп, тартыс басым. Осының нәтижесінде Серке ойын алаңның сыртына шықты. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады қайтадан. Бүгінгі жекпе-жектердің санынан жаңылатын болды расымен-де. Азамат пен Ержан Ерекенің көрсетті ме, әлде Азамат өзінің азаматтығын дәлелдей ме? Азаматтың мерей үстем болған секілді тағы да. Серкені аттың алқымынан айналдырып барып, тақымға басуға тура келген кезде Ержан Тошанов мықтылығын көрсетіп кеткенін көрдік. Азамат азаматтығын көрсетті, Ержан ерлігімен ерледі. Екеуі де мықты екенін дәлелдеді осылайша жекпе-жекте. Қарагермен қайта басты Ержан тақымға. Ержан астындағы аттың басын кері қарай бұрып, өз туының жиегіндегі мәреге аттанып барады. Ақтанаумен бұл салым өте тамаша. Ержан Тошанов, қадірлі телекөрермен, 1978 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Ақтанау, Павлодар облысының белсенді ойыншысы. Ойынның 26-ші минутында есеп көрсеткішін бір салымға болсын қысқартты. Әлде мүмкіндік бар, небәрі 2-1 есеп. Ержан Тошанов расымен де өзінің мықты екенін көрсетті.
қалың додаға кәдімгі қаймықпай жарық кіріп кететін аттардан айналасың ғой осындай кезде. Не деген жүректі аттар, не деген білекті балуандар. 5-ші нөмірдегі павлодарлықтар Ерсұлтан Жандәулет Серкен тақымға басқан. Ерсұлтан Жандәулетке есеп теңестіруге мүмкіндік бар. Тақым қайта-қайта тақымға Серке қайта-қайта тие бермейді. Сондықтан бұл тамаша кезде, тамаша мүмкіндікті уыстан шығарып алмау керек. Бірақ үлкен қателікке бой алдырды. Қараңыздаршы. Тура мәренің түбіне келген кезде Серкені түсіріп алды ғой. Әбілхан Дауылбаевтың бір сөзі еске түседі осындай кезде. Жастарға қарап таңғалам дейді. Тақымға Серке тигеннен кейін оны қалай түсіріп алуға болады деп таңғалып отырады. Өзі тақымнан Серке түспеген палуан ғой енді. Қаншама КСРО-ның 9 дүркін чемпионы болу дейтін. Ол оңай шаруа емес. Қала берді қырғыз қазақтың арасында өзбегі бар. Бүкіл ағайындардың арасында Әбілхан Дауылбаевтың тақымы, оның күштілігі, оның ептілігі аңыз боп айтылып жүр. Осындай шебер көкпаршыларды көрген кезде тағы бір сөз еске түседі. Осы ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов кезінде армандайтынмын дейді. Атақты көкпаршы Әбілханның тақымын берсе, Жамбылдың Жампозы Ағабектің ілгіштігін берсе, Шымкенттің Төле биінен шыққан Зұлыпқар Ақсақалдың ептілігін берсе, менен асқан көкпаршы болмайтын еді деп армандайтын ем дейді. Оған да жетті. Міне қазір төреліктің түп-түзу айтатын керемет төреліктің үлгісін көрсетіп жүр. Міне ақмолалықтар аттың екпінін есептей алмай жатыр екі команданың жігіттері де. Тамаша мүмкіндік бар еді ғой. Жеке дара шауып бөлді. Осындай кезде аттың тізгін бұрқ балған кезде Павлодардың жігіттері қасынан зу етіп өте шығатын еді. Сөйтіп асықпай Серкені тастауға мүмкіндік болады. Нақты есептей алмай жатыр енді. Серкенің салмағы мен аттың екпінін қоса. Ортада жалпы командалық тартыс қайтадан өріп жатыр. Сүйреп алып шығып еді. Бірақ тақымға соңына дейін басалған жоқ. Абылайхан Серкені тақымға басты. Абылайхан аттың тізгінін кері қарай бекер бұрған сияқты бұл жерде. Міне мүмкіндік ашылуға шақ қалған сәті. Абылайхан Амангелдиновтың Абылайханның тақымындағы Серкеге талас өте жоғары деңгейде. Павлодарлықтар жан-жақтан қаумалап кеп Серкенің әрі бұрышынан ұстап жабысып алған. Осындай тақымкеш палуандарда көрген кезде тағы бір оқиға еске түседі қадірлі көрермен. Осы Қырғызстанда үлкен Азия чемпионаты болған кезде Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан секілді алпауыт мемлекеттер кеп өнер көрсеткенде, сол кезде өзбек палуандарының тақымына тәнті болған қырғыз ағайындардың әңгімесі әлі күнге дейін аңыз болып айтылып жүр. 20 минут бойы Серкені тақымға басып отыру, оны атпен кеп қағу, қырғыздың бүкіл баласы кеп таласқанда сол Серкені ала алмау бір адамның тақымынан, ол үлкен ерлік. Осылайша өзбек палуаны бүкіл көкпар жанкерлерінің есінде қалған. Сол сияқты біздің елімізде де ондай талантымен тәнті еткен жігіттері көп. Атаңызға айналған сол Зұлыпқар Ақсақалдың ұлы Жұлдызхан Тайырбеков те осы тақым кештігімен елдің есінде. Ақмола облысының 3-ші нөмірдегі ойыншысы Данияр Оспанов қазір Қаранарға отырғызылды. Осындай сәтті әдемі пайдаланған павлодарлықтар кезекте бір шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік алғанын байқап отырсыздар. Мәренің тура үстіне келген кезде ақмолалық қорғаушылардың қаптап кеткенін көрдік. Шіркін атты қозғап барып бұрған кезде мәреге жақын келуші еді. Командалық әріптестер осындай кезде
аттың екпінімен қарсыластарын қағып біраз жол ашу керек еді. Бірақ қорғаушына 7-ші нөмірдегі Серкені басып келген Досжан Баязгаланға жіберіп қойды. Досжан сонау Алтайдың жағасынан Баян Өлгейден келген қандасымыз. Сол жақтағы жігіттердің қандай құрыш қолды, қарулы екенін осында кепті дәлелдеп көрсетіп жүр. Текті қазақтың ұрпағы ғой енді. Ортада жекпе-жек, Азамат Қадыров қайта шыққанын көрдік. Міне, Жирен атты жекпе-жекте Азаматқа жағдай жасап берді. Тағы да Серкенің өзінің тақымына басып алған сәтті көрдік. Әй, әттеген ай. Қараңыздаршы, аты құлақ болса да тақымнан Серкенін түсірмейді. Міне палуан, міне шабандос. Ары қарай қайта тұрып шаба жөнеліп шабуылға басты. Осын салып кетсе бір үлкен ерлік болайын деп тұр қадірлі ағайын. Міне қазір келді және тамаша салым. Азамат Қадыров тағы да ардақты ағайын. Салым салған. 1988 жылы туған Ақмола облысының палуаны. Өте тамаша енді. Сөз жоқ өнеріне. Азамат Қадыров талай жұртты таңғалдыруға, тәнті етуге дайын тұрған жігіт екенін көрсетті. Шеберлікте осыны айту керексің Айла. Жарайсың. Міне, кішеңбірде жатқан Серкені ақмолалықтар қайта басты тақымға. Әттеген ай, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кетті. Руслан Тимурзин болған көк атпен шыққан. Бірақ Серкені өз тақымына дұрыс баса алған жоқ. Нәтижесінде енді ортада жекпе-жек сайысы болады, әдеттегідей. Жекпе-жекте Ардақ пен Абылайхан Павлодардың Ардағынан Ақмоланың Абылайханның айласы асып кетті. Серкені өз тақымына басып кетті. Енді шабуылға шыққан сәтін көріп отырмыз. Ақжалды қамшылап, міне мәрекеде жақындаған сәті және бұл салым болуға тиісті. Бүкіл павлодарлықтарды қалай қапияда қалдырып кеткенін көрдік. Бірақ жылдамдықтарында шек жоқ екен мына павлодардың жігіттерінің. Бұл салым болуға тиісті. Төрешінің шешімін күтейік. Иә, салым. Абылайхан Амангелдинов, қадірлі телекөрермен, 1991 жыл туған шабандоз. Астындағы бозбала дейтін сәйгүлігі. Орын екен Қарагерге де келетін секілді аты. Ойынның соңғы сәттерінде 37-38 минут, 37-тен 38 минутқа қараған сәтте бір салымды болды Азамат Абылайхан Амангелдинов. Есеп осылайша 4-1. Павлодарлықтар енді бұл есеп көрсеткішті теңестіре алмайтыны кәміл, уақыттың аяқталуына дейін. Бәлкім 60 минут ойнаса, павлодарлықтарға да мүмкіндік ашылар ма еді. Әттеген ай 40 минут қана. Аманат Тоқабаев Серкені тақымға басып шықты. Айта кетейік, Ерғали Тоқабаев осы
команданың жетекшісі. Сол Ерғалидың інісі Аманат. Ерғалидан көкпар ойын аманаттап алған шабандоз Серкені өз тақымына басып алғанын көріп отырмыз. Міне тамаша салым. Аманат Тоқабаев қалың доданың арасынан қақ жарып шығып бір салымды болды. 1985 жыл туған шабандоз, қадірлі телекөрермен. Астындағы атын Аққу деп атапты. Күрең Аққуды осылайда көкпарда көресіздер ағайын. Ойынның 39 минутында, соңғы минутында салым салды. Өте тамаша. Есеп 5-1. Осылайша ақмолалықтар жеңіске жетіп отыр. Әрине төрешінің ысқырығы естілуге жақын. Соңғы секундтар өтуде, сынаптай сырғып. Кішеңберде жатқан осы Серке алынбай-ақ төрешінің ысқырығы естілетін секілді. Аманат қайта басты Серкені, бірақ кешет. Серкенің біраз уақыт бар екені белгілі. Осы тұста төрешінің де ысқырығы естілді. Есеп 5-1. Ақмола облысы жеңіске жетіп отыр. Өте тамаша жекпе-жектің куәсі болдыңыздар. Келесі ойында, қадірлі телекөрермен, сіздер Алматы қаласының құрама командасы мен Солтүстік Қазақстан облысының құрамасының арасындағы бәсекені тамашалайсыздар. Жеңісті күндерде жолығайық дейміз. Аман сау болыңыздар.